Қарашаның алғашқы күні қалың қарашаның қамы үшін ақпаратқа толы таң үшін оян таң хабары Ақордаға бара жатыр. Көктемде француз тілін бекер үйреніп бастамаған екен. Себебі дәл қазір күздің соңғы айында Франция президенті Эммануэль Макрон Астанаға келіпті. Бірге күтіп алайық. Оян. Біз жауып жатқан қар ма, жаңбыр ма деп Ақордаға келе жатқанда премьер-министр Әлихан Смайылов мәртебелі қонақты әуежайдан күтіп алып жатты. Аяқ асты ұлпа қарды боратып кеткен Астананың ауа райы саясаткерлердің жылы шыраймен жымиысып амандасуына кедергі болмады. Ол кезде тексеріс пен ұзын сонар кезек теңсерген бақ өкілдері резиденция ішіне кіріп жатты. Ғимаратқа тұңғыш рет кірген мен секілді біраз жұрт сән салтанаты жарасқан сәулет туындысын қызықтап жүр. Естелікке суретке де түсті. Ақорда ғой. Бұрыннан келіп үйреніп қалғандар түсірілімге қажетті техникаларын орналастырып, елден бұрын тиімді орындарды таңдап жатты. Сырттағы түсірілім тобы да қолайсыз ауа райына барынша қарсылық танытып, объективтерін тазалап әлек. Ал жылы жерде жүргенмен уақыт барда франциялық әріптесімді сұхбатқа тарттым. Президент Макронның Қазақстанға сапарынан сіз не күтесіз? Үміт артарлық біраз дүние бар. Мысалы, президент Макрон ынтымақтастықты қалай берекете түскісі келетінін, қалай түсіндіріп беретіні қызық болып тұр. Осы жайлы диалог аз бізде. Қазақстанның өңірдегі маңызды рөлін ескерсек, екі елдің қарым-қатынасы жиірек талқыланып тұру керек сияқты. Біздің тарап осыған көбірек мән берсе деймін. Сарапшылар Қазақстан мен Франция арасындағы қарым-қатынас мұнай, газ бен уранға негізделген деп жатады. Бұдан бөлек екі елдің арасындағы ынтымақтастықты қай салада одан әрі өрбітуге болады? Білім беру саласы. Мен Қазақстанға алғаш рет келіп тұрмын. Және мен аңғарған дүние, сіздің елде де француз тілі мен мәдениетіне қызығушылық танытып, оны үйреніп жүрген жастар бар екен. Осы салада бірге атқарар жұмыс көп сияқты. Білім мен ғылымда серіктес болу әрқашан қос тарап үшін ұтымды деп кісі қарасы қалыңдай бастаған салтанатты шара өтетін орынға бет бұрдық. Президент Тоқаев франциялық әріптесін салтанатты түрде қарсы алу рәсімін министрлер, депутаттар мен өзге де басқарушы лауазымдағы мамандармен таныстырудан бастады. Көпшіліктің назары ең соңынан қол алысқан Айгүл Құспанда болды. Макронның қызығушылығын тудырған не әңгіме деп артынан сұрағанда, мәжіліс депутаты өзін-өзі француз тілінде таныстыруын себептеп көрсетті. Мына кадрларда өздеріңіз байқап тұрғандай, Қазақстан президенті депутаттың французшасы мықты екенін атап өткен. Сөйтсек, Айгүл ханым Ақорданың бүгінгі мейманы білім алған Франция ұлттық әкімшілік мектебінің түлегі екен. Протоколға сай қос тараптың шенеуніктерімен амандасып алған соң, президент пәрменімен екі елдің мемлекеттік гимндері ойналды. Одан соң жиын екінші қабаттағы ресми келіссөздермен жалғасты. Мемлекет басшысы екі елдің арасындағы мәдени байланыстардың маңызына да кеңінен тоқталды. Құрметті ханымдар мен мырзалар, тарихымызда екі елге ортақ деректер аз емес. Халқымыздың бір туар перзенті Абай француздың атақты ақыны Ла Фонтеннің мысалдарын қазақ тіліне аударған. Алаш қайраткерлерінің көбі француз тілін жетік меңгеріп, француз елінің жоғары мәдениеті мен саяси тәжірибесін зерттеген. Қазақтың белгілі әншісі Әміре Париж сахнасында ән шырқап талайды тамсандырған. Күш атасы Қажымұқан Францияның астанасында өнер көрсетіп, көрерменді таң қалдырғаны баршаға белгілі. Біз мәдени-гуманитарлық саладағы ынтымақтастықтың маңызын ескеріп, білім және ғылым саласындағы жобаларды қолға алуға ерекше көңіл бөлдік. Бетпе-бет кездесулер аясында президент Макрон Қасым-Жомарт Кемелұлына жылы лебізін білдіріп, екі ел достығының нығая түсетіндігіне зор үмітінің барын айтты.
Votre invitation Президент мырза, шақыруыңыз үшін алғысым зор. Сізбен жүздесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Халықаралық маңызы бар тақырыптарда сөз қозғап, аумақтық тұтастық, егемендік секілді ұғымдар бойынша Біріккен Ұлттар ұйымы жарғысын берік ұстанатымызды тілге тиек еткім келеді. Және осы күннің аясында біршама келісімдерге қол қойып, экономикалық және стратегиялық байланысымызды нығайта түсетінімізге сенім білдіремін. Түсірілімнің басында франциялық әріптесім Виктория айтқан білім беру саласында да жақсы жаңалықтың барын білдік. Ұтымды келісімдердің арасында 2024 жылы жұмысын бастайтын Қазақ-Француз университетінің ашылатынын да естідік. Макронның жастарға көңіл бөлуін Мақсұт Нәрікбаев университеті студенттерімен болған ашық форматтағы 55 минуттық дискуссияда айқын көрсетті. Бұнысымен француз президенті болашақ жастардың қолында екеніне мән бергісі келгендей. Now I want to interact with you and Франция тарихындағы ең жас президент болып тіркелген Эммануэль Макрон осылай Ақордада қонақ болып жатыр. Өздеріңіз көргендей заттардың барлығы жиналып жатыр, себебі Ақордада қарашаның басында қызу қарбалас қызу тірлік, оның барлығын алдағы уақытта арнамызда айтамыз.